Мына Манас 57. Мына асханаға келдім. Бағана түс уақытта мен келдім бұл асханаға. Мәзір неғып қазақша жоқ десем, маған идите вы отсюда дейді. Мына қазір жұмыстан шықтым. Қазір талап етейін деп жатырмын. Бағана мен обедте шыққам, жұмыс уақытым болған жоқ. Енді қазір жұмыстан кейін шығып, сізбен сөйлесейін деп жатырмын. Это будем правом поле решать будем, да? Жақсы правильный аударатын адам таппай жатырмыз. Все хорошо. Бағана что невозможно аударғандан просто оқуға невозможно. Потом Он каждое слово түсінемін. придется объяснять. Нам говорят, бестроганов, как я переведу? Борщ, как я переведу? Солянку, как я переведу? Котлет, как переведу? Они мне переводят вообще юхасы да жоқ оны. Мен не істеймін. Акиматтыға барып сұраңыз, как можно переводить? Не істейміз. Многие блюда не переводятся, они как есть, так и пишутся. 67% блюда не переводятся. Вот ойлаңыз, қалған бәрі қазақша. Вот ойлаңыз, сөздердің барлығы орысша болып тұрады, қалған бәрі қазақша болып тұрады. Хорошо, мен қазір акиматқа барамын, осы вопросты шешемін, Пожалуйста. Бірақ сіз маған бағана идите отсюда деген. Идите отсюда деген жоқ, мен қолыммен адам туып атқан жоқ. Деді, ұнамаса барыңыз деді мен сізге. Сіз орысша айтыңыз, идите отсюда дедіңіз маған. Нет, мен сізге айтайын, пожалуйста, басқа жаққа барыңыз. Идите отсюда дедіңіз. Сол мен просто уақытым болмағанын, мен тез кетіп қалдым, бірақ бағана менде маған разница нет, қандай меню болса. Мен бәрі маған бәрі өзім түсіндіріп айтып тұрамын адамдарға. Сіз мені прекрасно танисыз, мен сіздерге жиі келіп тұрамын, иә? Анада мен сізге былтыр айтқанмын жазында. Қазақша хороший, бестроганов не переводится, бифштекс не переводится, мысалы. Фри не переводится, мысалы. Не деп, оны бір сөзді аудару үшін мына жерге маған симай деген қазақша аударған сөздер. Маған әкеліп жатыр аудармалардың бәрін. Маған ұнамай жатыр аудармалар. Я должен с каждой аударманы еще больше стоять здесь объяснять людям. Понимаете? Болмаса он маған айттым қазір бастығыма, пожалуйста, жазып бер дедім. Сіз қасына емес, сыймаса сіз бөлек қазақша не қылмайсыз ба? Қасына қойыңыз. Жоқ, кейбір сөздері аударылмайды. Кейбір ресторандарда аударылып жатыр ғой, қазір көп шатақ шығарып. У них много менюлары 3-4 парақта мысалы. Оны жерге адамдар жарты сағатқа келіп тамақ ішіп кету үшін бәрін бүйтіп оқып тұратын уақыттары жоқ мысалы. Оны да түсінуге болады мысалы. Оны мысалы мына бір бестрогановтың өзін мына бір неге сыймайды поляға қазақша аударсаңыз. Түсініп отырсыз ба?